Қазақ жерінің асты да үсті де бай, қойнауы қазынаға толы, өлкенің жері де шырайлы. Небір өсімдіктер жайқалып өсіп тұр. Жалпы емдік шөп дегеніміз білгенге ем, білмегенге у дүние ғой. Оның мөлшерін қай мезгілде пайдалану керектігін дөп басу қажет. Қолымызға түскен ақпаратқа сенсек, қазақ даласында 500-ден астам емдік шөп бар деседі. Енді сол шөптердің біразына тоқтала кетейік. Мендуана. Біздің көзіміз үйренген ақшыл, сұрғылт гүлі бар мендуанамыз сасық мендуана деп аталады. Медицинада сасық мендуанадан алынған препаратты өкпе демікпесіне, тыныс алу жүйесі, теңіз және биіктікке бейімделе алмауға байланысты ауруларға қарсы пайдаланылады. Бұл өсімдіктің қара мендуана деп те аталатын екінші түрі де бар. Ол еліміздің барлық аймақтарында өседі. Қара мендуанадан жасалған препараттар жүйке жүйесін тыныштандыруға, аяқ-қолдың дірілін басуға қолданылады. Өсімдік жапырағының ұнтағы көптеген препараттар құрамына кіреді. Ол кеңірдектің демікпе ауруына қарсы пайдаланылады. Мендуана майы адамды тыныштандыруға, сондай-ақ ревматизм ауруларына қарсы қолданылады. Жапырақ кей аймақтарда бұл өсімдікті ақ басты гүл деп те атайды. Өсімдік танушылар бұл гүлді жусан тұқымдас шөптерге жатқызып, ақбас жусан дейді. Елімізде оның 10-нан астам түрі бар екен. Құрамында эфир майлары, камфора және құмырсқа, сірке, валериан, аконит, аскарбин қышқылдары және с дәрумендері бар. Ата-бабамыз бұл шөпті көбіне өтке тас жиналғанда, бауыр ауруларына қарсы, өкпенің қабынуына емдеу мақсатында қолданылады екен. Жапырақтарын қан тоқтату мақсатында да қолданылды. Осы бағыттағы дәрі-дәрмектерге пайдаланылады. Қазіргі медицинада 1000 жапырақтың рөлі артпаса кеміген жоқ. Жалбыз. Бұл шөптен жасалған дәрілер адамның бар ауруына емдесек те қателеспейміз. Түйілуді басатын, өт айдайтын, тырысуды тоқтататын, тыныштандыратын, қабынуға қарсы, ауруды басатын әсерге ие. Ас қорытуды жақсартады, тәбетті ашады, асқазан сөлінің қышқылдығын төмендетеді, лоқсуды әлсіретеді. Асқазанның түйілуін қайтаратыны бар. Жалбыздан әзірлеген шай ішсеңіз, қақырық түсіруге, жүйкені нығайтуға көмектеседі. Ішек құртын түсірудің ең қарапайым жолы да осы жалбыз шайын ішу екенін есіңізден шығармаңыз. Қыз келіншектердің бет терісінің күтіміне байланысты маскаларында түр-түрін осы жалбыздан әзірлеуге болады. Себебі құрғақ терілердің ылғандыратын қасиетке ие деседі. Күнбағыс. Әңгіме кәдімгі күнбағыс жайлы. Оның тамырын суға әбден қайнатып, сол сумен аузыңызды шайсаңыз, тісіңізде қақсағанды басады екен. Тіс етінің қабынуына да осы әдісті пайдаланыңыз. Тек ескертетін бір жайт бар. Қайнаған суды әбден суытып алыңыз. Әйтсе қабынған тіс еттерінің жазылмақ түгілі күйіп қалуы да ықтимал. Бүйрегіңізде қуық жолдарыңыз тас болса, күнбағыс сабағын өзегін суға қайнатып, күніне бір мәрте ішіп отырыңыз. Қалақай. Бұл түкті өсімдік. Түктерінің түбінде сөлі болады. Адам денесіне жанасса әлі түктері сынып, ішіндегі улы сөл шашырайды. Ол сөл тері қабатын күйдіргендей әсер береді. Халық арасында қалақай шақты деген түсінік осыдан туса керек. Ертедегі қазақтар жылан шаққанда жараның аузын жас қалақай жапырағын таңған екен. Сондай-ақ қалақай жапырағын теріге шығатын сүйел ауруларына да қолданылған. Қалақай қосылған дәрілерді диабетпен ауыратындар ішсе, кептірілген жапырағын жасалған қайнатпаларды қақырық түсіру және асқазанды тазарту мақсатында ішеді. Итмұрын. Тау етегінде өсетін өсімдік. Адам үшін пайдалы өсімдік. Сол итмұрынымыздың гүлін шай, жемісін дәрі-дәрмектер жасалынатын болып шыққан. Медицинада негізінен асқазан және бауыр ауруларына қарсы ем ретінде қолданылады. Тұмау тиген кезде итмұрынды қайнатып ішсеңіз, ағзаңызды с дәруменімен байытады. Қымыздық. Аға-әпкелеріміздің қымыздықты жапырағын шайнап, қышқылынан ләззат алып отыратын. Сөйтсек, оның жапырағында калий тұзы,
сондай-ақ белок, темір және өте көп мөлшерде С дәрумені бар екен. Қымыздық бауыр қызметін реттейді, қан тоқтатуға, өт қызметіне көп пайдасын тигізетін өсімдік. Мінекей, біздің елімізде осындай керемет өсімдіктер өседі. Ал біз білмейтін өсімдіктер қаншама.